Медициналық қызметкер әйелдер әжетханасында табылған пакеттің ішіне қарағанда өз көзіне сенбейді. Бұл оқиға Нью-Йорктың ауруханаларының бірінде орын алған. Әдеттегі күндердің бірі, алайда кенеттен бүкіл дәлізге шырылдаған дауыс естіледі. Қызметкерлердің бірі дауысқа барып, әжетханадай үлкен пакет тауып алады. Ал ішіне қарағанда орнында қатып қалды. Сөйтсе ішінде мысықтың балдары. Мысық балдары әр түрлі жаста болған, 2 күндіктен басталып 3 апталыққа дейін. Барлық қосқанда 19 мысық. Дереу арада барлық еріктілерді шақырып, оларды жануарларға арналған баспанаға апарады. Қуанышқа орай барлық мысықтың жағдайы тәуір, не жарақаттары, не басқа да зақымдары болмаған. Оның үстіне мысықтарды дер кезінде табуы олардың өмірін құтқарып қалған болатын. Мысықтарды жастары бойынша бөліп қойып, еріктілері бұл 3 түрлі уақытта туылған мысықтар екенін анықтайды. Оларды тамақтандырып, мысық асырағысы келген адамдарға тарата бастайды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.